Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгін бізде Қазақстан тарихы. Бүгінгі бізде бөлімі 13-ші ғасыр мен 15-ші ғасырдың бірінші жартысындағы Қазақстан. Тақырыбымыз Моғолстан Әбілқайыр хандығы. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты Моғолстан мемлекетінің және Әбілқайыр хандығының құрылуы туралы түсіндіру, мемлекеттердің ішкі және сыртқы саяси жағдайын талдау. Бағалау критерийі. Моғолстан мемлекетінің және Әбілқайыр хандығының құрылуы туралы түсініп, мемлекеттердің ішкі және сыртқы саяси жағдайын талдайды. Моғолстан Әбілқайыр хандығы. Моғолстан мемлекетінің ішкі саясаты. Шағатай ұлысы ыдыраған соң, оның шығыс бөлігінде Моғолстан мемлекеті құрылды. Оның аумағы қазіргі Жетісу аймағы мен Қырғызстан, Шығыс Түркістанды алып жатты. Моғолстан мемлекеті өз ішінде бірнеше дербес иеліктерден тұрды. Маңлай-Сөбе деп аталған дулаттар иелігі Шығыс Түркістаннан Ферғанаға дейінгі аймақты қамтыды, ал Маңлай-Сөбеден солтүстікке қарай Сырдария, Ілеге дейінгі аймақ Әмір Полатшының інісі Әмір Қамар-ад-Диннің тәуелсіз иелігі еді. Моғолстан аумағында дәл осы Іле өзенінің арғы бетінде солтүстік-шығыс Тянь-Шань аумағында Аркинут тайпалары билеуші Қажы Бектің Еміл, Тарбағатай аумағында Қаңлы, Енке төренің иеліктері болды. Әбілқайыр хандығы. Әбілқайыр хандығы тарихта көшпелі өзбектер мемлекеті немесе Әбілқайыр хандығы деген атпен белгілі. Ақ Орда мемлекетінің жалғасы болды. Ақ Орданың әлсіреуі кезеңі мен Дешті Қыпшақ даласының әр өңірінде дербес билікке ұмтылған билеушілер заманында Шайбан ұрпағы Әбілқайыр билікке келеді. Әбілқайыр хандығының астанасы Тұра, Орда-Базар, Сығанақ қалалары болды. Бартольдтың айтуынша, Моғолстанның тұңғыш ханның мазары Орта Азияның біз көрген барлық сәулет ескерткіштерін артта қалдырады, яғни ол Тоғлық Темір ханның кесенесі. Моғолстанның сыртқы саясаты. Моғолстан мемлекетінің алғашқы билеушісі Тоғлық Темір хан тұсында хандық биліктің бірқатар қызметі Әмір Полатшының қолында болды. Моғолстан мемлекетінде дулат әмірлерінің мұндай артықшылықтары ұлысбегі деген мансапты иеленумен бекітілді. Алғашқы моңғол хандарының басты саясаты бұрынғы Шағатай ұлысының батыс бөлігі Мауреннахр өлкесін жаулап алу болды. Сондықтан 1360-61 жылдары Мауреннахр өлкесіне жорық жасайды. Екінші жорығында Тоғлық Темір уақытша болса да Мауреннахрды толық бағындырды. Тоғлық Темір хан қайтыс болған соң Моғолстан билеушісі атанған Ильяс Қожа бастаған әскер 1365 жылы Сырдария жағасында Әмір Темір мен Хусейн әскерімен шайқасқа түседі. Бұл шайқас тарихта батпақ шайқас деген атпен белгілі. Моғол әскері Самарқанд қаласын қоршайды, бірақ қала халқының ерлік күресінің нәтижесінде қаланы ала алмай кері шегінеді. Нәтижесінде Моғолстанда хан билігі әлсіреп, көптеген әмірлер орталық биліктің мойындамай тәуелсіздікке ұмтыла бастайды. Моғолстанның құлауының көптеген себептері болды. Шағатай әулетіндегі өзара қырқыс, Әмір Темірмен соғыс және ойрат шапқыншылықтары, тұрақсыздық пен ауыр салықтарға халық наразылығы және осыған байланысты жаппай көшу түріндегі қарсылық. Енді бүгінгі сабағымыздағы бірінші тапсырманы орындай кетейік. Бұл жерде берілген хронологияны жауабымен сәйкестендіресіздер. Дескриптор Моғолстан мемлекеті мен Әбілқайыр хандығы ішкі және сыртқы саясатындағы саяси оқиғалардың хронологиясын жауабымен сәйкестендіреді. Екінші тапсырма Моғолстан Әбілқайыр хандығы туралы тұжырым жаса. Бұл жерде дескриптор Моғолстан Әбілқайыр хандығы туралы 5 кілт сөз айта біледі. Моғолстан Әбілқайыр хандығы туралы 3 сипаттама жасайды. Моғолстан Әбілқайыр хандығы туралы және ыдырауы туралы түсіндірме береді. Бүгінгі сабағымызды қорытындылай келсек, неліктен Әмір Полатшы өзін хан деп айтуға батыл жетпей, таққа Шағатай ұрпағы Тоғлық Темірді отырғызды? Неліктен Әмір Полатшы Мауреннахр әмірлерінің жолымен жүрмеді? Моғолстанның сыртқы саясатының негізгі бағыттарын атаңдар, көшпелі өзбектер мемлекеті құлауының себептерін ашып көрсетіңдер деген осы қорытынды сұрағымызға жауап беріңіздер.